Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, жандарым, күндерім, алтындарым, ботақандарым, қошақандарым, бауырларым, тәуірлерім, дос, жора жолдас, жақындарым. Так, келесі сторисқа бір бауырымның жақсы бір дүниесімен, жақсы бір жаңалығымен бөлісіп салатын болам. Мұқият көріп, тамашалап, бағасын бере кетіңіздерші. Қыздар, вот қазір сіздердің алтыларыңызда мен ешқандай маскасыз, кішкене май басыппен, ешқандай жаңа эффектсіз. И вообще егерде қыз келіншектер бар болса, араңызда пятно бар беттерінде, енді жалпы вообще бетінде кожасында проблемасы бар қыздар болса, осы стористі сіздерге арнаймын. Так. Баршаңызға ассалаумалейкум, баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Баршаларыңызға қайырлы кеш, бүгін суретке шыға алмадым. Көп идеялар болған, енді болмады. Енді қазір эфирді көрген адамдар білетін шығарсыздар. Бізде қазір голосование жүріп жатыр. Енді білем, менің оқырмандарым бар екенін. Кеше бір оқырман жазыпты, енді соның бәрін салып отыр, кімнің не бергенін деп сөйтіп айтады да. Сонымен енді менің өмірімді көргіңіз келеді, менің не істеп жүргенімді көргіңіз келеді, ал мен сізді қызықтырмасам, сіз мені көрмейтін едіңіз. Біз сол осы күнге дейін тек қана жақсы нәрселерді ғана салатын, тек қана күшті нәрселер. Қанша көңіл күйім болмай тұрса да, жоқ, көңілді шығайыншы, елдің настроениесін құртпайыншы деген мақсатта шығатын. Мен өзімді шынайы, барынша қалай бар солай көрсеткім келді. И кеше тупо салдым. И барлығы жазып кетті айтпақшы. Ой, бәрінен көрімдік сұраған сияқты болып қалдым ғой да. Ничего енді, солай опыт жинап жатырмыз. Барынша шынайы боламыз. Қазір енді тойға дайынбыз. Сестренкаларым келу керек. Хакимді сестренкаларыма түсіп кететін боламыз. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Жаңа ғана эфирден шықтық. Өздеріңіз көргендей, бүгін жайдарман болды, ұнады деген ойдамын. Мен Алидің командасында, яғни халықтың сүйіктілері командасындамын. Егер біздің әзілдеріміз ұнап, біздің жеңгенімізді қаласаңыздар,